Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі оңай жасалатын морковь салатының жасалу жолын ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен сәбізді арнайы үкіштен өткізіп аламыз. Келесі кезекте үкіште өткізілген сәбізге тұз саламыз. Қара бұрышты саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Кориандрды салып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң қызған табаға сұйық майды құйып, пиязды қуырамыз. Пияз сары түске енгенде отымызды өшіреміз, үстіне қызылбұрышты салып араластырамыз. Қазір пиязды бөлек алып тастап, қызған майдың өзін ғана пайдаланамыз. Енді осы қызған майды салатымыздың үстіне құямыз. Үкіштен немесе пресстен өткізілген сарымсақты саламыз. Жақсылап араластырамыз. Достар, менің каналымда басқа да салаттардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Келесі кезекте сірке суынан 3-4 тамшы құямыз. Араластырамыз. Мінекей достар, салатымыз дайын. Өте дәмді әрі оңай жасалады. Дастарханыңыздың сәнін ашатын бұл салатты сіз де жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.